Чеснок, қазақша айтқанда сарымсақ. Сарымсақ дегенді естісек, ең алдымен оның өзін елестетуден бұрын иісі мұрнымызға келіп үлгереді. Жағымсыз иісіне бола, оны жек көріп те жатамыз. Алайда мұнымыз қате. Өйткені сарымсақтың біз біле бермейтін талай-талай кереметтері мен қасиеттері өте көп. Қазіргі таңда оның құрамы ғылыми тұрғыдан анықталып, адам ағзасы үшін пайдасы толық зерттеліп біткен. Сарымсақтың құрамында селен, магний және тағы да басқа көптеген микроэлементтер мен А, В, С дәрумендері, кальций, фосфор, кальций элементтері, темір, хлор, ақуыз кездеседі. Осылардың барлығы қосылып келіп, сарымсаққа керемет емдік қасиет береді. Жұқпалы аурулардың алдын алу мен емдеуде сарымсаққа тең келетін ештеңе жоқ деседі. Сарымсақ пияз тұқымдасына жатады. Осы себепті де сарымсақтың жуа құрамымен ұқсастығы бар. Көкөністер арасында белсенді түрде қолданылады және оның иісі өткір, дәмі ащы. Осы себепті аталған жабайы өсімдік дәмдеуіш ретінде барлық ет және жеңіл тағамдарға қосылады. Ежелгі заманнан бері адамдар сарымсақтың пайдасы тек тамаққа қосатын дәмдеуіш ретінде ғана болмағанын білген. Халық медицинасында бұл ащы дақыл мыңдаған жылдар бойы қолданылған. Осы уақытқа дейін көптеген ауруларды емдеуге мүмкіндік берген. Дәрі-дәрмектердің құрамына сарымсақ дәрумені қосылған. Осы секілді біраз халық рецептісі де сақталған. Таудың тасты беткейлерінде өсетін өсімдіктің ерекше дәмі мен ащы иісі оның құрамындағы күкірттің болуына байланысты. Дәлірек айтқанда, күкіртті қамтитын бір маңызды зат бар. Ол аллицин. Сарымсақ дәл осы зат арқылы өз пайдасын тигізуде. Аллицин көптеген пайдалы қасиеттері бар химиялық зат. Ол жүрек қан тамырлары, тыныс алу және иммундық жүйелердегі асқазан ішек жолдары және адам ағзасындағы басқа да аурулармен күресуге көмектеседі. Бірақ сарымсақтың емдік қасиеті тек аллициннің арқасында ғана деу қате пікір. Оның құрамында басқа да фармакологиялық белсенді заттар, микро және макроэлементтер, витаминдер, антиоксиданттар бар. Қыс мезгілінде әсіресе вирус пен инфекция эпидемиясы кезінде бірден ойға оралатыны сарымсақ. Суық тигенде және тұмауға сарымсақтың пайдасы көп екені бәріне белгілі. Бірақ сарымсақтың қандай пайдасы бар екені, оны қалай және қанша пайдалану керектігін бәрі біле бермейді. Жалпы осы ауруларды сарымсақпен емдеу мүмкін бе деген сұрақ туындайды. Нақтырақ айтқанда, суық тиюдің алғашқы белгілері байқалған кезде түскі асқа ұсақталған 2 сарымсақ тісшесін жеу арқылы сіз инфекцияның одан әрі таралуына кедергі жасайсыз. Я болмаса, суық тигенде арнайы сарымсақ сорпасын дайындауға болады. Сарымсақ вирустық инфекциялар эпидемиясы кезінде оның алдын алатын ең жақсы дәрі. Көкөніс құрамындағы витаминдер мен минералдар иммунитетті сенімді түрде нығайтады. Сарымсақ демікпе, көз аурулары, гипертония, құлақ ауруы, безеу, бөртпе және басқа да түрлі ауруларды емдеуге көмектеседі. Жасөспірімдердің өтпелі кезеңдеріндегі безеу бөртпелері бұл жалпы кеңінен таралған тері проблемалары. Сарымсақ, бал, куркума мен иіс майдың қоспасы безеудің пайда болуына жол бермейді. Сондай-ақ безеуден кейін тыртықтарды оның қалып қойған орындарын тегістейді екен. Сарымсақты тек науқас адамдарға ғана емес, дені сау адамдарға да жеуге болады. Ол ағзадан сынапты, қорғасынды, кадмийді және басқа да уытты металдарды шығарады. Эритроциттердің бұзылуына жол бермейді. Темекінің түтінінде, қақталған етте және ластанған ауада болатын химиялық ацетондардан бауырдың зақымдануын болдырмайды. Сондай-ақ, ол асқазан ішек жолының қызметіне жағымды әсер етеді. Ас қорытуды жақсартып, қимыл қозғалыс белсенділігін қалыпқа келтіреді. Бауырыңызды қорғап, өтті айдайды. Асқазан ішек жолында кездесетін ауру тудырғыш бактериялардың өсуін тежеп, жағымды ішек флорасының дамуын ретке келтіреді.
Сарымсақты жиі пайдаланып отыру асқазан мен ішек қатерлісігінің алдын ала деп есептеледі. Осы секілді сарымсақтың пайдасымен қатар зияны да болады. Мұны да ескерген жөн. Егер сарымсақты мөлшерден тыс пайдаланса, ас қорыту жолдарының қабығы тітіркенуі мүмкін. Сондықтан сарымсақты кімге жеуге болмайтынын білу керек. Тағы бір кемшілігі, оны жеп болғаннан кейінгі ауызда қалатын жағымсыз иіс. Оны бірден кетіру мүмкін емес. Осы себептен адамдар сарымсақ қосылған тағамдарды сирек тұтынады. Сарымсақты дені сау адамдарға күніне 1-2 талын ғана қолданса жеткілікті. Ал асқазаны ауыратын гастрит бар адамдарға сарымсақты күнделікті пайдалануға болмайды. Өйткені сарымсақты жиі тұтыну асқазанның шырышты қабығының асқынуына алып келеді екен. Кез келген тағамды пайдаланар кезде оның қандай пайдасы және зияны бар екенін сараптап барып қана қабылдасақ, денсаулығымызға орасан зор нұқсан келтірудің алдын аламыз. Яғни барлық тағам өз мөлшермен тұтынғанда ғана пайдалы болады екен. Сондықтан өз денсаулығымызды өзіміз күтейік. Ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.